Қайырлы күн. Мен Қамзаева Гүлшат Салыққызы, Қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика кафедрасының доценті, филология ғылымының кандидаты. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сөз тіркесі парадигмасы. Жалпы сөз тіркесі синтаксисі қазақ тіл білімінде бірден парадигма ретінде орныққан жоқ. 20 ғасырдың басында сөз тіркесі синтаксисі алғаш рет зерттеу аясына сөйлем синтаксисі қатарында алынды. Айта кету керек, сөз тіркесінің синтаксисінің дамуына елеулі үлес қосқан ғалым Ахмет Байтұрсынұлы өзінің тіл құрал еңбегінде және әдебиет танытқыш еңбегінде алғаш рет тұжырымдар жасап берді. Тіл құралында сөздердің тізбегі және әрбір ойды білдіретін сөздерді қиындастыру мәселесін алға қойса, әдебиет танытқыш еңбегінде қосымшаларды тұтынушы өз деңгейінде дұрыс ойдың ретіне қарай саралау және ондағы сөздердің тізбегін дұрыс ымыраластырып құрастыру қажеттілігін айтты. Яғни алғаш рет сөздерді құрау, құрастыру, біріктіру терминін ұсынған ұлттың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы болып табылады. Өзімізге белгілі сөз тіркесі синтаксисін зерттеу аясында алған орыс тілі білімі саласының ғалымдары, қазақ тіл білімінің тілші ғалымдары сөз тіркесінің даму аясына зерттеу жүргізе отырып, оның өзіне тән белгілі бір қасиеттерін ерекшелеп атап көрсеткен болатын. Мынау мәселеге назар аударайық. 1955 жылы Виноградов КСР тіл білімі институтының директоры кезінде тіл білімі бағытындағы бағдарламасында сөз тіркесі синтаксисін бөлек алып нысан ретінде қарастыруды жөн деп танып, өзіндік пікірлерін ұсынды. Кейіннен Құдайберген Жұбанов өзінің қазіргі қазақ тілі грамматикасы атты еңбегінде сөз тіркесіне қатысты сөздердің тура берілуі, бұрмаланып берілуі және жетек сөз, жетекші сөз деген секілді өзінің ұсыныстарын берді. Сөз тіркесі синтаксисінің елеулі дамуында орнықты еңбек еткен қазақ тілі синтаксисін алғаш рет өзіндік қазірге дейінгі алынып отырған терминдердің бар баламасын берген Мәулен Балақаев болатын. Алғашқы основные типы словосочетаний в казахском языке еңбегінде сөз тіркесінің белгілі бір белгілерін нақты тұжырыммен көрсеткен болатын. Міне, сөйте келе алғаш рет Мәулен Балақаевтан алған зерттеу әрі қарай Рақыш Сәтұлы Әмірдің жай сөйлем синтаксисінде еңбегінде сөз тіркесі едеуір басшылыққа алынып көңіл бөліне бастады. Кейіннен Мырзатай Серғалиевтің синтаксиске қатысты еңбектерінде және Талғат Сайрамбаевтың сөз тіркесі және күрделі сөздер еңбегінде және Әбжаппар Абылақовтың етістікті тіркестер еңбектерінде сөз тіркесі синтаксисі жан-жақты қарастырылды. Айта кетуіміз керек, жалпы адамзаттың дамуындағы ойлау жемісіндегі сөз тіркесі синтаксисі синтаксистік бірліктерді қарастырудағы ең ауқымды кезең болып табылады және оның қозғаушы күші болып табылады. Рақыш Әмір өзінің соңғы еңбектерінде сөз тіркесінің функционалдық қызметтік жағына назар аудара отырып, бұл адамзаттың белгілі бір жеңілден күрделіге қарай даму барысындағы болып жатқан үлкен өзгеріс, бұл сөз тіркесіне де алып келді дей келе, синтаксистік бірлікті тануда сөз тіркестерінің, синтаксистік бірліктердің адамзат баласындағы орнын ойлау жемісі, ойлаудың формасы, ойлаудың амалы деп берді. Ендеше осы халықтың барлық рухани жемісі синтаксистік бірлікте деп қарастыруы, бұл зерттеу жүргізетін жас ғалымдарға едәуір үлкен бағыт болып табылады. Сөз тіркесі синтаксисін айтып отырып, біз синтаксистің зерттеу нысанындағы едәуір айырмашылықтарды, олардың зерттеу нысанында әлде де жалпы тіл білімінде бірізділік жоқ. Синтаксистік бірліктерді бірінші ғалым зерттеушілер сөз тіркесі негізінде қарастырайық десе, синтаксистік нысандың екінші бір даму ерекшелігі сөйлемдер. Бұл алтын діңгек сөйлемдер, сондықтан сөйлемді
синтаксистің ауқымында қарастырайық деген сияқты пікірлер айтылды. Ал үшінші зерттеуші ғалымдар синтаксистік бірліктерді біз мәтін ретінде, мәтін формасында қарастырайық. Өйткені мәтін ойды берудегі жанама көмекші құрал ретінде қолданылады. Сондықтан мәтінді осы синтаксистің нысаны ретінде танып, сөз тіркестерін соның аясында қарастыру абзал деп атап өтіп отыр. Дегенмен, осы ғалымдардың еңбектеріне саралай келе, біз ғалымдардың ерекше мына бір еңбектеріне назар аударғанды жөн көріп отырмыз. Сөз тіркесін біз сөйлем жасаудағы материал деп, шикізат материал деп қарастырамыз. Дегенмен, ол шикізат бола ала ма? Ойлау барысында, адамзаттың ойлау деңгейінде белгілі орны бар бірліктің шикізат бола алатындығы күмән. Убрятова өзінің синтаксиске, әсіресе сөз тіркесіне қатысты еңбегінде сөз тіркестердің тұтас бірлік, мағынасы бар бірлік деп, единая целостная, единая смысловая единица деп беріп, оны өзінше қарастыруды жөн көрді. Ал ғалым Поцелуевский сөз тіркесі деп отырғанымыз бұл сөйлем предикатты қатынастағы сөз тіркестері. Сондықтан оларда детерминативті, бағыныңқы, басыңқы және сөйлем деп, салалас, сабақтас деп қарастырғанда жөн санады. Сөйте келе, Убрятовалар, ғалымдар, Поцелуевский, Виноградтар сөз тіркесіне едәуір өзіндік үлес қосты. Кейіннен сөз тіркесінің ерекше қасиеті жайлы Жантас Жақыптың синтаксиске қатысты зерттемелерін жан-жақты қарау барысында сөз тіркесі синтаксисіне едәуір үлкен қомақты қосылған ой пікірлер бар. Рахшамырдың бұл сөз тіркесі жалпы синтаксистік бірліктер адамзат баласындағы ойлаудың жемісі болса, ендеше бұл сөйлем жасауда сөз тіркесі шикізат емес, ол белгілі бір ойлаудың жемісі. Ойлауға құрылған бұл сөздердің тіркесі емес, керісінше бұл сөйлеудің белгілі бір ойлау жасаудағы пішіндердің тізбегі деп берді. Міне біз соны еңбектерді қарастыра отырып, Жантас Жақыптың осы айтылған пікіріне қосыламыз. Демек, сөз тіркесін сөйлем құрастыруда қажет деп танысақ, белгілі бір ойдың жемісті, бір-біріне алынатын мазмұнды, мағыналы сөйлемдердің берілуі осы сөз тіркестері пішіндерінде тұтас ретінде қалыптасып, тетік ретінде алуға әбден болады. Яғни, Жантас Жақыптың айтуы бойынша, қас пен көздің арасында жоқ деген мысалымыздағы сөздердің тіркесінен көрі, бұл жерде сөздердің бір-бірінен пішіндерінің бір-бірімен тетігі жасалған қас пен көздің арасы және қас пен көздің арасында жоқ деген сияқты белгілі бір сөйлем арасында сөз тіркестерінен көрі, бұл жерде басқа да компоненттердің бар екендігін атап өтеді. Ал енді осы мәселелерге жан-жақты тоқтала келе, сөз тіркесі парадигмасының қазіргі таңда зерттеу нысанына алынып отырғандығы, жеке өзіндік тұжырымдарымен ерекшеленіп отырғандығын анық айтып өтуімізге болады. Демек, кемінде екі толық мағыналы сөздің қабыса және матаса байланысқан амалы арқылы сөз тіркестері жасалады. Мына мәселеге назар аударайық. Еңбектердегі басты мәселе сөз тіркестерінің қойылатын бірліктерге қойылатын ерекше қасиеттер. Ол жаңа атап өткенімізде, бірінші сөз тіркесі болу үшін құрамында екі толық мағыналы сөз болуы қажет. Айгүл студент құрамында екі сөзі бар. Сөз тіркесі студент және айгүл сөздерінен тұрады. Толық сөз тіркесінің толық лексикалық мағынасы болуы қажет. Демек, студент кім, айгүл кім, екеуі толық лексикалық мағынаға ие болып тұратын сөздер сөз тіркесі құрамына енеді. Абайдың өлеңі құрамында екі сөз бар. Басыңқы өлеңі белгілі бір мағынаға ие, не деген сұраққа жауап береді. Кімнің, Абайдың бағыныңқы, кімдің деген сұраққа жауап береді. Демек, толықтай сөз тіркесі қатарында ала аламыз. Ал айгүл үшін деген мысалдарды беретін болсақ,
Айгүл үшін құрамда екі сөз болғанымен, үшін сөзі белгілі бір сұраққа жауап бере алмайды. Шылау, айгүл, субъект, кім деген сұраққа жауап береді. Біз бұны сөз тіркесі қатарына жатқыза алмаймыз. Міне, сөз тіркесінің ерекше қасиеті осылай болса, келесі бір қасиеті сөз тіркесінің ол сөздерде байланысу тәсілдері болады. Жалпы тіл білімінде байланысу тәсілдері дегеніміз төрт формада беріледі. Орын тәртібі, қосымша арқылы, интонация арқылы және септеулік шылаулар арқылы беріледі. Көмекші сөздер арқылы беріледі. Міне осы төрт байланысу тәсілдерінің ішінде сөз тіркесіне берілетіні жағдаяттары, тәсілдері бұл қосымша арқылы, көмекші сөздер арқылы және белгілі бір орын тәртібі арқылы сөз тіркестерін жасауға болады. Және осы тәсілдер сөз тіркесін жасауда үлес қосады. Келесі сөз тіркесіне тән ерекше қасиет, сөз тіркесінің тіркесімділігінде біз ерекше айтып отырдық, актив және пассив тіркесімділік болады. Актив тіркесімділік пен пассивтің тіркесімділігі олардың екі сөздің басыңқы және бағыныңқы болып келуінде. Басыңқы сөзіміз өлеңі белгілі бір тәуелдік жалғауының үшінші жағын қабылдап тұр, және Абайдың бағыныңқы сөз белгілі бір ілік септігінің жалғауын қабылдап тұрғандығы аңғарылады. Ендеше сөз тіркесіне тән қасиет ол сөздің арқауы, тірек сөзі, жетек сөзі өлеңі, ал бағыныңқысы жетек сөз болып табылады. Міне, осындай ерекшелігімен қатар сөз тіркестері ерекшеленеді. Тағы бір ерекшелігін сөз тіркесінің байланысу формалары бар. Тіл білімінде байланысу формалары қиысу, матасу, жанасу, меңгеру болып табылады. Ал енді сөз тіркесіне осы формалардың ішінде қайсысы тән деген сұрақ туады. Бұл сөз тіркесіне байланысу формаларының ішінде матасу тән, яғни Абайдың өлеңі тәуелдік жалғауын қажет етіп тұрса, Абайдың ілік септігін қажет етіп тұр. Бұл сөз тіркесі байланыс формасының матасу амалы негізінде құрылған. Сондай-ақ сөз тіркесі меңгере байланыса алады және матаса, қабыса байланысу формаларын алады. Ал қиысу сөйлемге тән және жанасу сөйлем ішінде қарастырылатын байланысу формасы болып табылады. Міне, сіздер бүгін сөз тіркесі парадигмасы бағытында зерттеу жұмыстарын қарастырған ғалымдарды және сөз тіркесіне тән белгілі бір ерекшеліктерді, қасиеттерді аңғардыңыздар. Қош сау болыңыздар.